Қадірменді көрермендерім, мені қолдап, каналыма лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Тіркелмесеңіздер, мен сіздерге керемет шах-плов жасауды үйрететін боламын. Бүгінгі көктемнің әдемі мерекесі қыз-келіншектерді, аналарды, әпкелерді, сіңлілерді баршаңызды құттықтаймын. Алла тағалам жадырап жайнап жүруді нәсіп етсін. Мен пиязымды осылай қатты қызарт пісіретін боламын. Әбден қызарып піскен пияздың үстіне қой етінен құйрық майымен қосып қуыратын боламын. Жақсылап жеке қазанға осылай қуырып аламыз. Міндетті түрде жеке қазанға қуырып, жақсылап, сумен жаймендеп, жылы су құйып болған соң жаймендеп қайнау керек. Тұзын бәрін салып, қазан қақпағын жауып, кішкене ғана жаймендеп қайнаса, ет жұмсақ піседі. Сәбізімді де қайнап тұрған суға осылай салып аламын. Менің сонау Қытай Халық Республикасындағы бауырымыздан заказ берген осы әдемі бір күлгін түсті ыдыстарға заказ берген бұл. Енді асты жабысып, бұлай басқа анау қасындағы қазан сияқты жабысып қалмайды. Астын бермейді екен, және кетпейді екен. Болаттан жасалған керемет екен ыдыс. Мен осылай жеке-жеке пісіретін боламын шах-пловты. Және күрішімді осылай 1,5 килограммдай өлшеп аламыз. Себебі суымен күріштің килограммы су 1 литр, күріш 1,5 литр болу керек. Сол кезде күрішіңіз дара-дара болып жабыспай бір-біріне әдемі шығады. Мен күріштің суын осылай арнайы ыдысқа құйып аламын. Бетіме маска жасауға күріштің суы өте пайдалы. Үйреніп алыңыздар. Үнемі күріштің суын қоюын төкпей жеке алыңыздар. Күріштің суы қаншалықты аппақ болып ағарғанша 5 рет 6 рет шайқап жақсылап жуу керек. Сонда күріш әдемі дара-дара болып шах-плов әдемі шығады. Менің қадірменді көрермендерім, маған лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер, рахмет. Тіркелмесеңіз, тіркеліңіз. Еңбектеріміз жемісті болсын, баршамызға мерекелер құтты болсын, арулар, ару қыздар. Әрбір отбасыда мерекеде берекелі болсын. Алла тағалам отбасымызға ризық несібемізді мол қылсын. Міне суы әппақ болып ағарды. Әбден 5-6 қайтара жуамыз осылай. Күрішіміз аты лидер деген. Шах-пловқа ақ маржан күріші жарамайды. Лидер немесе бәрәкат күріші өте жақсы шығады. Суым әппақ болып ағарды. Сосын күрішім анық ішіндегі ұнтағы жақсы кету керек. Сол кезде қадірменді менің көрермендерім, міне плов дайын. Бұқтырылған кішкентай ғана сковородка іспеттес қазанымда дайын, еті бәрі піскен. Енді мен кішкене май құйылған қазанға осылай жеке дара күрішімді 1,5 килограмм салынған күрішімді дайындап саламын. Сосын шұңқырлап ортасына құйып, осы дайын болған етін сорпасымен ортасына құйып, әдемелеп, кішкентай от тәсейді бастым, бұқтырып алам. Бұға астын баяу отта бұқтырамыз. Осылай суын қатты бетіме қылмай, толтырмай, бір қалыпты болу керек. Жаймендеп бұқтырып аламын. Мен шах-пловты жасағанда міндетті түрде 2 қазан пайдаланам. Себебі плов дара-дара әдемі шығу үшін. Міне жаймендеп, астын пәсейтіп, бірге немесе 2 қойып дайын болды плов. Ас болсын бізге, шах-плов дайын болды. Мереке болсын қыздар. Көктемде жайнап құлпырап жүре беріңіздер, арулар. Халықаралық мерекеміз құтты болсын.
Міне сақпыловым осылай шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ару қыздар, аналар, баршаңызды мейрамыңызбен құттықтаймын. Рахмет, гүлдей құлпырып жүре беріңіздер.